Апа, неге осы қазақтың келіндері орамалсыз жүрмеу керек? Жарығым, әйел орамал тақпаса, арын ұмытады. Күйеуінің барын ұмытады. Шашы тамаққа түседі, өзіне келген қонақтың назары түседі. Ал сәлем салмаса ше? Сәлем салмаса, өзін сыйлайтын қайната, қайнағадан айырылады, тегін батадан қайырылады. Келін міндетті түрде халат, ұзын көйлек, орамал киіп келін боп шауып жүру керек пе? Қызғалыптан әйел болуға көндіретін ол сәлемі, жат жұрттың алдындағы әдебі. Қыз күнін қиып, қыдыруын тиған қатын болады, қатын болған адам қазанға, отқа жақын болады. Құрсағын кеңітіп, бала тапқан кең болады, 62 тамырын иіткен ана болады. Басқа салғаннан ой түйіп, тағдырына бас игенге Құдай өзі пана болады. Үлкеннің көргенін бойына сіңіріп, өзі де сол әулетке сіңген келін дана болады. Бәрін бір келін байғұсқа жүктейді қазақ. Балам, жақсы келін ата-анасын бағады. Ата-анасы ұнатқанды отағасы жылатпайды. Кемінде 6 бала тапқанның не айтса да сөзінің құнары болады, қамықса қарайтын шырағы болады. Аз бала тапқанның тыпыршып айтар ұраны болады, көп баласы бардың шөлдетпейтін бұлағы болады. Әйел келін болмаса керім болмайды, ана болмаса ене болмайды, ене бола алмаса әдепті келіні және болмайды. Бәрі әйелге байланысты емес қой, ер азаматта жәрдем беру қажет. Дұрыс, азамат таппаса ақшада береке болмайды. Дүние тапқанмен баққаны көші болса, екі дүниеде сорлайды. Еркегі үйіне қонбайтын үйдің қызы етегін жаппайды, еркіндік сақтайды, қылық сақтап қымсынбайды. Айналасын жинайын деп ұмсынбайды. Олы сақтау бәдік болады, қатындардың тірлігіне қанық болады. Әйелі ашынып жүреді, бір ысып, бір суып басылып жүреді. Көршімен әңгімешіл боп, үйі бықсып, шашылып жүреді. Ондай әйелден әдеп сақтар жар, салиқалы ана шықпайды. Еркекті ертетінде әйел, жертетінде әйел. Беделін биік қып, абыройын кемітетінде әйел. Әйел жұмсақ болмаса, ер далаға қашады. Далада жүріп көп былыққа араласады. Араласқан соң тапатал түсте сөз таппай сасады. Әр нәрсені сылтау қып, өтірік ғайбат шашады. Әйелі жақсының ағайыны айналасында жүреді. Ұрпағы ізетті болады.